Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Ботагөз Серікқызы. Бүгінгі подкаст айтылу керек. Блогер Батырбек Алтынай ханым. Бір сөзбен айтқанда Шымкенттің келінімін. Біреу бастайды тұрмысқа. Бәрі кетіп қалады ғой бірінен бірі. Мен қазір өтірік соқпаймын. Бұны мен ешкімге де айтпағам. Негізінде анасыз өмір қиын. Жұмыста менде өзімнің комнатам бар. Склад, сол складта жылап, барлығын ұмытып, сөйтіп барамын. Көбі кеңесімен итпен мысық сияқты болып жатыр ғой. Барып ол кісіге ұнамайды, ол кісі жылап. Клиентке ма? Ол кісі ұнамайды, ол кісі жылап. Мен ана жақта бүкіл маған қарап, мен позор болып жылап. Мен ақша ұстай алмаймын. Да? Мен аламын, жұмсаймын. Ақша бола ма? На тебе денег деп шаш ұстайды. Бір Алтынай шоурум, анау шоурум деген макияж да бар, тамақ та бар. Универсал десеңші. Ардарда бір порошоктар жүреді, болады ғой. Менде андай жоқ. Орамал тақтым да, сонымен шеше алмай қалдым. Қақ, жаңағыдай орамал тағып алса да ұрсады. Сол себепті үйренгенмін ондайға. Көбісі айтады, ұрыс қақ Алтынай. Бұл қатал, бұл өзімшіл. Собота мен адам таңдаймын. Мен білмеймін. Сондай қасиет. Ол қандай қасиет? Мен адам және де ортаны таңдаймын. Сен орамалыңа сай емессің, сен Алтынай деген сайын сен кетіп бара жатсың деп. Өздері просто көтереді сөйтіп, сосын өздері солай түсіреді. Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Ботагөз Серікқызы. Бүгінгі подкаст айтылу керек. Бұл біздің алғашқы подкастымыз. Алғашқы подкастта бізде алғашқы қонақ топ визажист, Ұлытау облысы Жезқазған қаласы бойынша және де кәсіпкер, жас ана, сүйікті жар, блогер Батырбек Алтынай ханым біздің студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет Бота. Алтынай ханым, сізді бұл студия көргеніме өте қатты қуаныштымын. Бұл біздің алғашқы подкастымыз болғаннан кейін бірден сізді шақыруға бет бұрдық, бірден отказ берген жоқсыз. Күттіңіз ба негізі шақырады деп? Енді подкаст деп ойлаған жоқпын, бірақ сен мені шақырғанда түсіндім. Сол бұл негізінде жеке сұхбат емес, как подкаст ретінде түсіреміз, барынша шынайы, просто өзіміз ашыламыз, шынайы боламыз, сізге қатысты халықтың да білгісі кеп жүрген Алтынай кім, жалпы Алтынайдың жүрген жолы, көбіне қызық, сол жайлы ашық сөйлеске уәде беріңізші. Уәде беремін. Уәде берді, уәдесін алып алды, ендеше бастаймыз. Жалпы сізді Жезқазған Сәтбаев қаласының тұрғындары қай жағынан таниды? Яғни блогер ретінде ме, әлде визажист ретінде ме, әлде кәсіпкер ретінде ме? Мен ойлаймын, ең алдымен визажист маман ретінде таниды деп. Содан кейін ғана Инстаграм парақшасын жүргізе бастағаннан кейін, енді блогер емеспін, бірақ блогер деп енді біздің ауданда айтып жатады. Енді көбіне сізді жаңа визажист ретінде таниды, одан кейін сізді кәсіпкер ретінде де таниды. Мен өзім мысалы сізді как блогер ретінде қарайды екенмін. Одан кейін уже көрдім жұмыстарыңызды, одан кейін уже кәсібіңіз барған кезде мә деп не болса да жас кәсіпкерсіз да. Давайте былай істейік. Алтынай ханым полностью танысайықшы. Мысалы мен өзім сіз туралы көп информация жинаған жоқпын, сөздің шыны керек. Кім, қалай бастады, жолыңызды бәрін зерттеген жоқпын. Өйткені өте қызықсыз болып қалады. Бұл подкаст шынайы болғаннан кейін барынша осы студияда сіздермен бірге мен де білетін боламын. Давайте айтайық. Жалпы сіз осы қай елдің тумасыз, қалай осы визажистке келдіңіз, жасыңыз нешеде, тұрмыстасыз ба? Өзіңіз жайлы қысқаша информация беріп өтсеңіз. Баршаңызға қайырлы күн тағы да. Мен есімім Батырбек Алтынай. Осы қаланың тумасымын. 96 жылғымын. 2 қыздың анасымын. Жолдасым бар. Бір сөзбен айтқанда Шымкенттің келінімін. Шымкент. Өзі қарапайым, сол барлық адамдар сияқты сол қарапайым адамбыз бізді. Енді көбісі мүмкін маман ретінде жаңағыдай көтеріп жатады. Сол сияқты танылып кеттік. Ал бүйтіп қарап отқанда қатты бір танымалмын деп айта алмаймын. Айта алмайсыз ба? Айта алмаймын. Жақсы, негізі өте дұрыс позиция деп ойлаймын. Сіз, получается, 2 балаңыз бар екен, жолдасыңыз. Ата-енеңізбен бірге тұрасыз ба? Тұрғанбыз. Қазір? Қазір ол кісілер өмірден озды. Уже өздеріңіз болған. Жақсы. Алтынай ханым, жалпы сіз мамандығыңыз кім? Менің мамандығым іс қағаздарын жүргізу. Педколледжде оқисыз, оқыдым. Мен де негізі педколледжде оқыдым, мұғаліммін десей.
негізі андай мұғалімдер осы педколледж оқыған көп қыздар бар ғой, басқа салаға кетіп қалатын сияқты, мне кажется ше, андай өз мамандығымен көп жұмыс істемейді негізі. Енді мен оның себебін айтсам, ол кезде бізде ештеңе дамымаған тұғын. Мысалға менде жоғарғы оқу білімім жоқ. Себебі ол кездерде білмеймін, бір ақшаның тапшылығы болды ма, сондай заман болды ғой. Сізде средний образованиемен қалған ғой негізі. Іс қағаз ады факультетте. Сол мамандықта ғана оқыдым. Және де осы 27 жасыма дейін түсінгенім, негізінде мамандық ол адамға тұлға болуға әсер етпейді. Мен соны түсіндім. Негізде өте дұрыс келсем, негізінде мықты педагог болсын, мықты медицина бітірген дәрігер болсын да, ол адам мықты диплом болса да, егер шыны керек ол профессия ол адам қатты ұнамаса, қазіргі заманда шын айту керек, айлық қой мәселе. Айлық аз болса, ол адам ол мамандықпен жұмыс істемейді. Бір жағынан ол да себеп, екінші жағынан жаңағыдай өзінің қызығушылығына қарай, бәрібір де адам өзінің бір мамандығын табады деп ойлаймын мен ше. Жүре келе ананы да дұрыс көрсін, мұғалім де болсын, дәрігер де болсын да, бәрін көрсін, бірақ по-любому ең артынан өзінің сүйікті мамандығын табады. Короче, көп ақша табу үшін үлкен высшее образование керек жоқ дейсіз ғой негізінде. Керек емес. Және де мен ойлаймын, ол үшін ең бірінші армандау керек. Болды, ал армандау ол адамға бір құнды нәрсе емес қой. Оны сен сатып ала алмайсың деген сияқты себепті армандаңыздар дегім келеді. Армандар орындалады десеңші. Да, қараңыз енді Алтынай ханым, сіз АД-ны бітірдіңіз, дипломыңызды қолыңызға алдыңыз, жұмыс істеген жоқсыз? Істеген жоқпын. Бір ай істедім. Бір ай істеп көрдіңіз, жасап көрдіңіз әйтеуір. Қиын ба? Акиматта жұмыс жасадым. Мен бір айға ғана шыдадым, шынымды айтайын. Дальше уже бір ай жұмыс істедім да, мамама ақшамды бердім да, мен айттым, мама, мен бұлай жүре алмаймын. Мен үйде жалғыз қызы болғаннан кейін еркін өстім, сол себепті айттым, мен болды. Өзімді басқаша жағынан іздеймін, қорықпа, уайымдама деген сияқты. Ол кезде әке-шешеме рахмет, қолдағандарына. Бірақ сол моментте, сол мезетте десек, тұрмысқа шығып барлығы 90 градусқа бұрылды ғой бір сөзбен. Андай ғой негізінде колледжде оқып жүрген кезде қыздар тұрмысқа шығатын кезде прям хит болып кетеді ғой. Біреу бастайды тұрмысқа, бәрі кетіп қалады ғой бірінен бірі. Сондай тұрмысқа шығу деген ол кездер хит еді. Негізінде оқуды аяқтамай жатып та, бітірген кезде де андай тұрмысқа шығып, басқаша өмірлер өзгеріп кетіп жатады. Енді ол кезде бұта енді сенмен екеуміз қатарымыз ғой. Біз ол кезде ешқай жаққа қазіргі қыздар сияқты кете алмадық. Қазір мысалға менің қызымның жасы 8-де маған айтып отырады, мама, мен осылай Астанада оқимын, мама, мен осындай болғым келеді деген кезде мен таң қаламын. Біз оны 18 жастарымыздағымыз. Сол себепті ойлаймын, енді оған біз мүмкін тағдыр шығар, бір ренжіде алмайсың, осы күнімізге шүкіршілік қана айтамыз. Бәрі жайдан жай емес қой бұл өмірде. Негізі шынымен де ол кезде бізде өте бір керемет мүмкіндіктер болды деп айта алмаймын. Қазір шынымен де осы соңғы поколение 2000 жылдан жоғарғылар, уже сразу өзінің ойын ашық айта алады да, өзіне керек мамандықты таңдай алады, көздері ашық десем де болады, өзіне керек мамандық. Қазір көбіне енді инфобизнеске де кетіп жатыр ғой. Бірден блогер болып та, даже мектепте жүріп, даже колледжге түспей ақ табыстау жүрген бізде қазіргі жас осындай қыздарымыз бар. Ол әрине біз үшін өте қуанышты жағдай негізінде. Енді бәрі өз уақытымен деген сол ғой. Одан кейін хорошо, бір ай жұмыс істедіңіз, потом істедіңіз. Мамаңызды, папаңызды көндіріп алдыңыз. Сіздің айтқаныңызбен келісті. Жұмыс жасадым, қолымдағы ақшаны бердім. Ол кезде мен көп қосымша жұмыстар жасайтын, отырмайтынмын. Мен үшін үйде отырып қалу деген сол 15-16 жастан бастап әдетке айналмаған. Өзім негізі көп армандаған сонба мен ойлайтын тұғым. Мен қазір өтірік соқпаймын. Бұны мен ешкімге де айтпағам. Мен кішкентай кезімде бір сөз айтқанда, бір қарапайым тілде айтқанда қияли адам тұғым. Андай болады ғой, әр нәрсені айтып, мен ертең өскенде осындай, мен осындай болам деп кішкентай кезімнен айтатынмын. Ол негізі мен осы жерде қосып сөзіңізді бөлейін. Ол қиялдану деген андай күшті нәрсе ғой негізінде. Сіз зато өзіңіздің болашағыңызды бір какой-то картинкалармен елестете алдыңыз. Сізде идея болды уже. Кішкентай кезіңізден да күшті нәрсе ғой кәдімгідей потом.
сөйтіп мен жолдасыммен 2 жыл жүрдік ол кезде. Сосын тұрмысқа шығуға ұсыныс жасады. Бір сөзбен айтқанда алып қашты. Мен келістім, себебі ол кезде бізде шектеу болды ғой. Қыз бала сырт жаққа оқуға бармайды, болмайды, кім күтіп отыр, ертең өмір қандай болып кетеді, сол себепті. Бірақ бір жағынан мен әке-шешеме рахмет айтамын, сол кезде жібермегеніне. Себебі қазір мен қарап салыстырсам, мен жаман болып отқан жоқпын. Барлығы ата-анаға байланысты, тәрбиеге байланысты. Сол тұрмысқа шығып, 18 жасымда Шымкентте келінді болды. 18 жас Шымкентте шымқалаш. Жоқ, бірақ мен ата-енем ол жақта. Шымкент ол жақта ма ол кісілер? Хотя Құдай сақтап қапты негізінде. Білмеймін, біз Шымкент дегеннен қатты қорқамыз. Андай тәрсе тұрып сәлем салу, андай бесте тұру, сыпыру деген нәрсе. Білмеймін, менде сондай қалыптасып қалған. Шыны қорқамын. Олар сондай бір андай келінге қатты қарайтын сияқты. Мен мысалға өзімде... Местный ма сонда сіздің ата-енеңіз? Сонда. Негізі сол жақ тумалары ол кісілер. Просто ол жақта. Бірақ ондай келінге қатты қарау деген нәрсені ұстанбай ма? Енді өтірік айтпайын, ондай болды. Бірақ сәлем қазір әзірде салам. Әзірге де салам. 10 жыл болды. Сәлем салып. Мен одан қашпай, мен бір түсінгенім тең-теңімен деп айтады ғой. Мысалға мен өзім семьяда біз 2 ақ баламыз. Мен үшін өмір андай болатында, біздің үйде бірінші ұлы ғой. Андай көпшілдікті жақсы көретінмін. Мен мысалы папа жағымнан көп ағайынды, мамам жағынан көп ағайынды, бірақ бізге келгенде осылай 2 бала. Мен сол кезден бастап мен армандайтын, мен жолдасым осындай болады. Мен қазіргі таңда жолдасым айтам ғой, мен сенің кезінде армандап, мен сені өзім солай мақсат еткен адам сен болғансың деп. Негізі Алтынай, бұл дұрыс негізі ше. Мінезі да. Адам өзі армандаған нәрсесі Аллах тағала солай жібереді ғой негізінде. Күйеуінде өзіңіз елестетесіз, қандай үлкен шанақта тұрғыңыз келсе, соны армандау керек. Тура мен де сөйтіп армандағанмын. Мен армандадым. Ал сол кезде мысалы мен сөйтіп айтқанда подругаларыма сол кезде маған айтатын, қалай сен қумаш деп, мысалы бір сөзді сөйтіп айтатын, қумаш. Мен айтатын, мен жолдасым осындай болады, ішпейді, шекпейді, осындай деген кезде. Шынымен қазір ойлап тұрсам, мен негізі жақсы ойлап, өзіме жақсы мақсат қойыппын, және де бір Аллаға шүкір етем. Менде бар жақсы жаққа тұрмысқа шықтым. Менің енем көп нәрсені маған үйретті. Әрине 18 жаста ол өте кішкентай жас негізінде. Ол кезде білмейтініңіз 99, былайша айтқанда әлі баласыз ғой. Бала болдым, шын бала болдым. Екінші анаңыздай болған ғой ол кісі. Мен 18 жаста тұрмысқа шықтым. 19 жаста анам қайтыс болды, өмірден озды. Рамазан айында. 2009-да ма? 2009-да мен ол кезде босанған болатынмын. Менде кәдімгідей депрессия. Және де сол кезде бастап шығар менде мінезім өзгере бастады. Шамалы қатайдым. Мен сол кезде түсіндім, қазірдің өзінде мен ойласам, енді көзіме жас алып қалам. Негізінде анасыз өмір қиын және де бос. Әрине. Сондықтан да қазіргі жастарға айтарым, аналарыңызды құрметтеңіздер. Барынша уақыттарыңызды, бір бос уақыттарыңызды әке-шешелеріңізге сыйлаңыздар дегім келеді, себебі ол шақ қайтып келмейді. Мейлі сіз 30-ға болсыңыз, 40-та болыңыз, бәрібір де қазір сағынасың. Сосын сіз тұрмысқа шығып, босанғаннан кейін мамаңыз қайтып кетті, Сіз сол кезде өзіңіз енді босанған кезде? Арасы бір 2-3 ай. Ол нәрсемен қалай күрестіңіз? Мысалы, енді сіз қыз баласыз ғой, енді ашық айта берейік. Қыз бала болғаннан кейін біз енді бәрі бірінші рет болады ғой. Тұрмысқа шығуда, құрсақта бала көтеруда деген сияқты. Сол кезде бізге өзіміздің анамыздың бір ақылы керек болады, бір көмегі керек. Мама, мысалы, баланы қалай емгізеді, жылап жатыр, не істеуге болады деген кезде, енді өкінішке орай тағдырдың жаңағыдай жазуымен анаңыз болмаған кезде сіз не істедіңіз? Сондай жағдайды қалай шықтыңыз? Әрине, өте ауыр сұрақ. Менің ол кезде жаңағы қайын жұртым, менің енем қасымда болды, әрдайым менің қасымда. Менің абысындарым, біз үйде өзі 5 келінбіз, сол кісілер қасымда болды. Маған ол, знаете, қатты әсер етті іштей. Бірақ мен көрсетпей, мен өзім сондаймын да, көрсетпей, жылап, сөйтіп алатынмын. Қазірдің өзінде солай тығылып, балаларға көрсетпей, жаңағы жұмыста менде өзімнің комнатам бар, склад, сол складта жылап, барлығын ұмытып, сөйтіп барамын. Себебі мен ойлаймын, ол
бәрібір де біз өтеміз ғой ол жолдан. Ол енді сіз саналы түрде тұлға ретінде уже бүкіл нәрсеге осознанностьпен қарап тұрсыз ғой, енді ол солай болу керек, оны жібере алдыңыз. Анаңыздың орнын өзіңіздің қайын жұртыңыз, енді екінші мамаңыз, енеңіз сәл болса да баса қалды. Әрине. Солай шықтыңыз, Осы кезде негізі енеңізге алғыс айтқым келеді. Негізі көп бұл актуальный тема. Ене мен келін арасындағы байланыс да, негізі шын мәнінде қазір жастарға қарасаңыз, көбі енесімен итпен мысық сияқты болып жатыр ғой. Ол ашық айту керек, ол замандағы болып жатқан дүние. Оны біз жасыра алмаймыз, бәрі гладкий деп айта алмаймыз. Сол жағдайда енді сіз айттыңыз ғой, жаңа негізі басында бірге тұрдық деп, енді сол кезде сізде қарым-қатынасыңыз жақсы болды деп айттыңыз. Бұл жақта, мен сен сөзді бөлейін, бұл жақта мен өтірік айта алмаймын. Менде бәрі күшті болды деп. Әр отбасыда, әр түскен жаңа келінде, енесімен бірге бәрібірде бір кикілжіңдер болады. Ол болуы тиіс деп ойлаймын. Сол арқылы екеуінің ара қатынасы қатаяды деген ниетте. Ең бастысы қазіргі жас келіндерге айтарым, болашақ енелеріңізбен, аталарыңызбен, жаңағы сол жолдасыңыздың туыс-туғандарымен беттеріңіз ашылып кетпеуі қажет. Ол өте маңызды. Беттеріңіз бір ашылса, ол болды. Ол жаңағы бір сөз айтқан доверие дейміз. Сыйластық, уже отношения бұрынғыдай болмайды ғой. Бұзылады. Енді ол қыз баланың өзіне байланысты дейсіз ғой. Бірақ сонда да мен ойымша келін өзі міндетін білсе, жаңағы енесі де өз міндетін білсе, арада ондай үлкен кикілжің болады деп ойламаймын. Все-таки бұның бәрі ең түбінде алып келгенде тәрбиеге байланысты. Тәрбиесі бар адам ол бәрібір де болашақ үйінде сол нәрсесін көрсетеді. Содан кейін тұрмысқа шықтыңыз, балалы болдыңыз, содан кейін декреттік өмір, депрессия басталды да? Менде басталған жоқ. Болған жоқ па? Болған жоқ. Да? Болған жоқ. Негізінде. Біз ол кезде Кеңгірде, біздің үлкеней Кеңгірде. Біз ол кезде тұрдық. Мен ол кезде выпечка істеп сататынмын көршілерге. Выпечка істейтін істеп сататынмын, сөйтіп жаңағы ол выпечканы пісіру үшін бірақ ақша керек қой. Енеме бар айтамын, мама, осындай 10 теңге беріп тұршы, мен андай закуп алайын, мен сізге кешке беремін деп, кешке соның барлығын пісіріп, екеуміз ана жақта жаңағы асханада барлығын істеп, сөйтіп ертесіне 18 мың теңге болады, енеме беремін, екеуміз бөліп алып. Ол кезде 18 мың ба? Иә. Күшті ғой. Бір үйдің дастарханын жасап сөйтіп. Күшті кезеңдер болды. Кейін түсіндім ол менікі емес екенін. Неге ол сіздікі емес деп ойладыңыз? Білмеймін, өзі пісіру жағы маған қатты қызық болмады. Бірақ мен ақшаны алғым келді. Сол үшін әйтеуір жай отырмайын, ақша керек деп әйтеуір бірден бастап көрдіңіз, жай отырмайын. Негізінде декретте отырған аналар көбісінде қазір айтайыншы мен, глобальный тема. Отырып алады, күйеуінің бетіне қарайды да, жаңағындай өмірге кәдімгі түнеліп кеткен, өзі зона комфортқа кіріп алған, жұртты кінәлайды, жұмыс істесе енесі кінәлі, жұмыс істесе күйеуі кінәлі, жұмыс істесе баласын сылтаулатады ше. Сондай декреттегі аналар көрдіңіз бе, негізінде ақша табатын адам бәрібір бір амал жасап көреді ғой. Табыс бойынша да не айтасыз, например, декретте отырған адамдарда анда көп та именно маған келеді ондай сұрақтармен, енді менде обучениялар болады ғой. Дым істегім келмейді дейді да, кәдімгідей. Дым мотивация жоқ қой деп бар ғой, сырттан мотивация. Ал бізде ол кезде не мотивация айтайыншы? Бала ғой негізінде. Білмеймін, мотивацияны біреуден іздеу деген үлкен қателік қой. Алтынай, мен саған кел ғой, мен саған мотивация берейін деймін, беремін, ничего? Не өзгерді, например. Мотивация ол сені өзің, ол сенің балаң, ол сенің отбасында, сен өзіне өзің мотивация болу керексің. Каждый сонда не бітіп қалған сайын забайттап отыру керек па? Сонда біреуден алу. Осы жайлы не айтасыз мысалы? Мысалы сізде инвестиция ақша болмады ғой, жаңа айтып тұрсыз, енемен сұрадым деп. Сондай бір амал жасау керек сияқты, иә? Әрине, ол сіз қалай онда? Өзі адам екіге бөлінеді ғой, біреу бай, біреу кедей деген сияқты. Сол сияқты байлар өздерін жаңа біреуден ақша сұрай салады, бере салады. Ал біздің жағдайда қалай? Сен кімнен сұрайсың? Ол кезде сотқа деген де болған жоқ бізде. Ол болу үшін де біз сұрамап та едік қой. Еше мен де сұрамаппын, маған алу керек деген сияқты. Инстаграмда болған жоқ ол кезде. Кәдімгідей алып, сатып, WhatsApp та болған жоқ, бір сөзбен айтқан кезде. Вообще біз телефон ғой, домашний телефонмен, мен осындай істеймін керек болса айтыңыз. Себебі ақша керек болды.
себебі менде жауапкершілік болды, мен қазір істемесем мен істемеймін деген сияқты. Мүмкін ол еркін өскеннен кейін шығар, кішкентай кезден бастап. Өзіңіздің хотелкаларыңыз үшін ба ол еркіндік, ақша сол үшін керек болды да? Мен кішкентай кезімнен солай өстім. Папам жоқ болса да өзі шахтер болған, жоқ болса да алып беретін. Сол мен қазір таң қалатым, алып берген заттары біздің үйде әлі бар. Мысалға, мені қазір жұмыстағы дүкенімдегі мен ноутбугым. Ол бүйтіп қарап тұрсаң мелочь біреуге, бірақ мен әлі де соған қарап, мен балалық шағым есіме түседі. Себебі ол затты менің әкем, ойлаңыздар, 15 жыл бұрын өзінің соңғы ақшасын алып берген заты, қазір мысалы әлі күнге дейін жұмыс жасауда. Мен соны қараймын да таң қаламын ғой. Қалай? Сізге бар ғой, әкелік жүрегімен, аналық махаббатымен алып берген шығар енді. От души берген нәрсе ұзақ жұмыс жасайды ғой. Енді ол кезде ол қырғын ақша тұғын, ол кезде біз соткамыз Nokia, сондай еді ғой. Сол кезде папам, мамам ұрсатын, сен көп осындай ақшаны жұмсайсың, қой болды, тый өзіңді деп, бірақ папа деген қызға жақын болады. Сол себепті әкеме рахмет айтқым келеді. Сол әлі де қарап, әлі де бүкіл таныстарым айтам ғой, мынау мен кезімде келе жатқан ноутбук не сынбайды, не күймейді. Бір көру керек десеңші. Леново деген бір сынбайды, бір өтпейді. Ішіне прошивка жасатып тұрамыз. Болды. Қанша жұмыс істейсің. Ешқандай MacBook керек жоқ десеңші. Папамның Леновосынан артық ноутбук жоқ десеңші. Сол сияқты. Шынымен де әкенің жасаған қыз баласына жақсылығы, берген әр сыйлығы, айтылған әр сөзі ол ерекше жанында сақталады деп ойлаймын. Өзімде де болады, ондай менде папам өтіп кеткен, өмірде жоқ, бірақ жаңағыдай ғой, бүкіл сөзі, қылықтары, даже мен сізді айтамын, мен осындай экранда жүру керекпін деп, потому что папам айтатын ғой, сен серік қызы деп айтатындай қыз болу керексің деген нәрсе қатты ұстанып қалғанда сол принципті. И сол ішінде осындай жұмыстармен, осындай популярность деген нәрсені жақсы көріп, сол жолмен енді Аллах бұйырса жүріп жатырмын. Көрінсе, қандай бір сөз қыз балаға қалай әсер етеді. Жақсы, Алтынай ханым, түсіндік, сіз декретте отырып, губочкамен айналысып, потом күйеуіңіз осы кезде қалай қарады сізге? Енді күйеуім ол кезде өзі жұмыс істеп жүрді. Істемей ақ қой деп айтқан жоқ па? Қазір мысалы, мынандай да адамдар, мынандай да келіншектер кездесті. Бірдеме істейін десем, күйеуім поддержка бермейді, бірдеме істейін десем, күйеуім қарсы деген сияқты ше. Сол кезде сіздің күйеуіңіз қарсы болды ма? Жоқ, мүлдем. Жұлдызым айтатын да осындай кепер, қаладан әкеліп тасып сөйтіп жүретін, бірақ мен ол күйеуіме қарайтындай жағдай болған жоқ. Мен өзім баламен, енемен, үйдегі әрине екі қайныным, үлкен шаңырақ десеңізші ол кезде. Үлкен шаңырақта ондай уақыт болмапты. Бірақ бір уақыт келді, Жұлдызыма айттым, осылай жалғаса беру дұрыс емес. Сен маған ақшаңды бер. Ол шаршап кеттім десеңізші. Мен бір нәрсеге барып оқып алайын, болмайды деген сияқты. Сол кезде біздің визаж Жезқазған қаласында дамымаған. Енді Батырбек Алтынай деген кезде біздің Жезқазғанда ең топ визажист деп айта аламын мен өзім ше. Сізді қаншама мысалы келіншектерді әсіресе тұрмыс құрған невесткаларға бәрі сізге барады шын. Обучениеден де сізге жақсы жасайды деп айтады. Енді естиміз ғой, қала кішкентай болғаннан кейін. Қалай сіз визажистке келдіңіз? Неге именно визажист таңдадыңыз? Не себеп болды? Оған білмеймін, себеп болған. Андай екеуміз қалай келдік деймін да, например, мен де оққам ғой, визажист дегенді. Дым екем жоқ ше, кәдімгідей. Бастадым мен де негізі оқып, жасап көріп, желанием қашып кетті, келмейді. Білмеймін, ол қалай, ол да бір сала ғой, ол да бір өнер, ол да бір, мысалы, қастың өзін бояғанда бір адам бір қабілеті керек деп ойлаймын. Неге именно визажист таңдадыңыз деймін да? Или суретке жақын болдыңыз ба өзіңіз? Негізі өзім черчение сабағына мес болдым. Сол кезде маған мұғалім айтатын, Алтынай, сен архитектураға барып түс, бұл жақта қалып қойма деген кезде мен өзім мындай бір болады ғой, ойланып қалдым. Архитектурасын үйге барып айтамын, пап, мам, осы архитектураға маған Астанаға оқуға түсу керек десем, мамам, мен өте қатал кісі тұғын. Қайдағын айтпа, қайдағы архитектура бармайсың ешқайда. Ертең Астанада сен кім күтіп отыр? Сөйтіп, сонда да папаңның қызысың ғой, жоқ деп бір жағынан білмеймін, сол колледжға түскеннен бері бір бояуға қызығып. Өзіңізде онда болған ғой, көрдіңіз ба? Цветовая гаммаңыз бар, шамалы, разбирать аласыз, вкус бар. Мысалы бояудың өзіне, теннің өзіне, растушевкасына адам бір икемі цветке қосалу керек қой, иә? Сондай кішкентай кезіңізде өзіңізде кішкентай бір қызығушылықтан басталды деп ойлаймын.
Жаңа сөзіңізді бөлдім. Ол кезде бізде визаж деген жоқ дедіңіз, иә? Сол қалай, мысалы, қалай келдіңіз потом? Басқа қаланы қарадыңыз ба? Жолдасыма айттым, маған ақша бер. Маған керек, осылай бұл жақта жоқ. Оқытпайтындығын білмеймін, неге мүмкін конкуренция деп санаймын. 2017 жыл ма? 15. 15, иә? Конечно, ол кезде дамымаған ғой, дұрыс. Иә, бірақ адам сол орыстар бір сөзбен айтқанда, сол жолдасыма айттым, Алматыға бару керек, маған 500 мың теңге керек. Алматыны таңдадыңыз ба? Ол кезде 500 мың деген ол кісінің айлығы ол кезде 150 мың тұғын. Конечно. 500 мың қазіргі миллион, 2,5 сондай миллион. Жолдасым басында қарсы болды. Ол не нәрсе деп түсінген жоқ. Бірақ кейін айтты, жарайды, жақсы, мен ойландым, берейін деп сөйтіп ақшасын алып екеуміз. Күшті. Қызым ол кезде кішкентай. Сөйтіп пойызға мініп алып, армандап, сол бала болып білмеймін, бір желпілдеп кете беріппіз. Сіз енді қатты жылайны болған сияқты, мне кажется, енді. И жолдасыңызда бұл жерде қолдауы өте маңызды ғой. Осы жерде Алтынай ханым, енді сізді көретін қаншама оқырмандар бар, иә? Осы жерде мына сұрағыма жауап беріп өтсеңіз, қалай жолдасымен жаңа гармонияда болуға болады? Мысалы, сіз жаңа торт бастадыңыз, күйеуіңіз келісті. Визаж оқимын дедіңіз, келісті. Қалай осының бәрі бір арнайы бір техникасы бар ма, әлде бір сөйлесудің өзінің бір жолы бар ма? Қалай? Көбісі просто жастар бет алысып, ұрысып, екі жаққа кетіп, қарсы болып, одан сайын ерегісіп деген нәрселер көп қой қазір. Рас. Даже маған да сондай сұрақпен көп келеді ше. Осы кезде не айтасыз? Ең алдымен, негізі мамандық таңдаудан қателеспеу керек, және де жар таңдаудан дейді. Мен айтып тұрмын ғой, кішкентай кезімде қияли болып, мен айтатынмын, менің болашақ күйеуім менен үлкен болу керек. Жолдасыңыз үлкен ба? Қай жыл? 6 жас арамыз, иә. Солай елестеткем, 6 жас үлкен болу керек, осындай мінезі осындай болу керек деп өзім ішімнен қияли болып кейде ойланатынмын, Алтынай, сен таза қуып кеттің деп шын айтамын. Бірақ қазір қарап отырсам, идеальный адам қойып отырсыз ба өзіңізге сөйтіп? Сол кезде мен сөйтіп, ол кезде ойлап ота. Ол кезде балалар менімен жасты қыз қатар оқу, карьера, мақсат қойған, біз кетеміз, осылай деп. Мен ол кезде қияли болып, менің күйеуім осындай болу керек, мен осындай болуым керек, мен осындай болуым деп солай шүкіршілік етем. Мне кажется, бұл қасиет өте күшті болған негізі сізде ше. Зато осындай идеальный жігітіңізді сізге Аллах топ етіп бере салды десеңші. Енді жаңағы қалай дұрыс мәмілеге келу керек? Енді бәрібір де өтірік айтпай-ақ қояйық, бәрібір де отбасы болғаннан кейін ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды. Бәрібір де қыздың да қылығы бар, үйдегі қылығымыз бар ғой, еркелігіміз бар, кейде өзіміз мінезіміз көрсетіп қаламыз, ер адам тоже самый, онда бір өз мінезі бар деген сияқты. Осы период болады, кризисный дейді ғой көбісі. Сол периодтан қалай өтуге болады? Ұрыс-керіс болады. Тұрмыста 10 жыл болды ғой болған, болады әлі де. Ол нәрсе идеальная пара болмайды. Мүмкін оны кейбір қыздар жасыратын шығар. Ол да бір қасиет, жасыра білу. Анда бәрін идеально көрсеткісі келеді. Бірақ қатты үйтіп керек емес деп ойлаймын. Себебі кейін бәрібір ол бір жерден шығып жатады. Дұрыс емес болып келіспей. Мен түсінгенім, әйел адам бір саты төмен болу керек. Және де кей кездерде тілін тістеп қалу керек. Тістеп қалу үлкен рөл ойнайды дейсіз ғой? Әрине. Мне кажется, еще Алтынай ханым, сөзіңізді бөлейін. Негізінде тұрмысқа шығасыз ғой, тұрмыс құрғаннан кейін әйел адам ең басынан бастап өзінің ойын ашық айтып үйрену керек сияқты күйеуіне. Потому что былай да айтпай жүреді, өзінің не керектігін өзі білмейді, күйеуіне ренжиді, давай өзің тауып ал деп жүреді. Бірақ бұл да бес саусақ бірдей емес қой. Екеуміз по натуре ұқсаймыз. Бірақ менің қатарымдағы қыздармен салыстырамын, үндемей қалғандар да бар. Соны айтып тұрмын, үндемейді да. Бірақ оның барлығы олай болу білмеймін. Бірақ енді әркім өзінің мінезіне қарай ғой. Бірақ бұл жерде мына нәрсені айту керек. Не ойлап тұрсан да, не қалап тұрсан да, ренжіп тұрсан да, не алғың келіп тұрса да, намекпен емес, самекпен емес, кәдімгі күйеуіне ашық айту керек қой. Олар түсінбейді, потому что намек дегенді. Шын ғой, например, сен қазір айтшы, Жаня, гүл хочу десең, ол аяқтан менен қатырғысы келмейді, қандай гүл хочу деп әкеп береді, и сіз недовольная боласың. Неге роза емес деген сияқты ше. Лучше оларға конкретно визуально көрсету керек. Или скрин бар ғой,
Инстаграм жақсы ғой, переслать етіп отыру керек қой, мынаны хочу деп. И соны әкеліп береді да, оппана техника. Иә. Просто әр ер адамның өзінің тілі болады. Әйел адам мен бір айтам, қылықты болуға қажет. Қылықты болсаң, ол сенің барлық айтқанын істейді. Және де жаңағыда тіліңді тістеп қалу, кей кезде мысалы ұрыс жанжал болып жатса, үндемей қалу, артқа шамалы шегіне салу, ол көп жағдайда отбасының берік болуына әсер етеді. Менің ойымша солай. Бірақ енді бүкіл никогда бір идеальный болмайды ғой. Болады, ол ұрыс деген болу керек. Ол тоже мысалы жақсы әйел адам енді жаңа мінезін қояды, тілін тістеп қалады деген, бірақ еркекке де байланысты кей жағдайда. Соны андай бар ғой, басқаша түсінетіндер де бар еркектер. Одан сайын басынып деген сияқты. Не болса да екі адамның санасына да тәрбиесіне де байланысты дейсіз ғой. Мысалы мен бір жанды білем өзім, өте жақсы оқыған қабырға мектебінде, мектеп қабырғасында. Әке шешесі де жақсы текті адамдар, отбасы да, барлығы күшті да, бірақ білмеймін, сол адамға бір дұрыс емес адам жолықты, бүкіл өмірі құртылды. Енді жолдасы шамалы басқа жаққа қарай бет бұрды. Сол себепті ол тағдыр дейміз, бірақ адамға байланысты және үйдегі тәрбиеге байланысты ғой. Сосын жаңа сіз күндей адам жақсы қиялдану керек десеңізші. Армандау керек. Жақсы нәрсе ойлау керек қой. Бәрі ол біздің ойымызға байланысты, Алтынай ханым. Қазіргінің өзінде мен күйеуіме айтамын, әлі кеше ғана мысалға айттым екен, бір нәрсеге күліп жатты. Мен сені өзім армандап алғам, бірақ кей кезде бір мінезіңді айтып баппын осы деп сен күледі, ой кетші бар, сен сөйтіп айтып бермейді, мен сені армандап өзім тілеп алғам деп. Ол сенбейді, маған күледі да, кетші деп. Ол әр адамның басында ғой. Просто дұрыс қиялдана біліңіздер десеңші, күшті, кәдімгі идеальный қылып. Күшті. Алтынай ханым, сіздің подкастқа бағана келгеннен бастап әңгімеміз бәрден қызып кетті негізінде ше. Біздің командамыздың атымыздан сізге негізі гүл беру керек едік. Енді ерекше ренжімесеңіз, студия өтесінші. Себебі мен өзім кешігіп келдім, кешірім сұраймын. Әңгімеміз бірден басылып кетті да, андай ше. Не да су, не да гүл жатыр. Міне, гүлдей құпыл беріңіз. Жақсы жолдасымен қалай дұрыс мәміледе болу керек, қалай дұрыс сөйлесу керектігін сізден көп өзіме де инсайттар алып жатырмын. Сізге рахмет, барынша ашылып отырсыз, шынайы болып отырсыз. Даже мен өзім сізбен көп енді ғана жақсы ашылып танысып жатыр, ұнап жатыр маған кәдімгідей. Рахмет, енді дальше қараңыз. Күшті жаңағы визажистен оқыдыңыз ба? Кімнен оқыдыңыз? Мен Гаухардан оқыдым, Алматыда. Гуар ма? Жоқ, Гаухар деген кісі бар. Сол кісіден оқыдым. Гаухар визаж деген, көбісі білер. Сол кісіден оқыдым, келдім. Ол жақта бір біздің керемет салонға бардым. Осы жақ қызықты. Бардым, және де ол салонда маған айтады ғой. Қазір бірінші клиент келеді. Осы клиенттің сен көңілінен шықсан, біз сені қабылдаймыз. Біздің жезғанда айтам, а? Иә. Шықпасан не істейді? Қазақтар емес, енді орыс кісілер ғой. Егер де ол кісіге ұнамаса, ренжімеңіз деді. Мен деген ойда дымда жоқ, қорқпайтын, все хорошо деп қоясың ғой. Бірақ мына баста барлық оқудың бәрін ұмытып кеткем. Өйткені мен Алматыда оқыдым, қытырды, оны барлық ұшып кетті. Сразу на практика істемегеннен кейін. Істемегем. Соны білмеймін, не ойлап сол салонға барғанымда, все хорошо деп қоясың ғой. Сөйтіп барып, ол кісіге ұнамай, ол кісі жылап. Клиентке ма? Ол кісі ұнамай, ол кісі жылап. Мен ана жақта бүкіл маған қарап, мен позор болып жылап, жолдасыма звондап, мен енді істемеймін, мені келіп алып кет деп быт болған кездер болды. Қазақ болды ма, орыс болды ма ана клиентіңіз? Клиент қазақ болды. Невестка ма? Жоқ. Кәдімгідей ма? Бір орта жастағы кісі. Жылап, жолдасыма мен болды, жұмыс жасамаймын, керек емес, құрып кетсін. Не деген сұм жолдасым күледі маған, жоқ, қорықпаш деп жаңағыдай жылап. Осы кезде де күйеуім поддержка беріп тұр дейсіз ғой. Иә, Алтош, қорықпаш деп. Кейін айтты жолдасым, не үшін салон? Салонға алмай ма? Давай мен саған бір студияны арендовать етіп берейін деп. Сол жақта біздің қаламыздағы бір жақсы бір жер бар, сол жақтан осындай кабинеттен бастаған болатын мен.
сол жақта арендаға алып өзіме өзім қожа, өзіме өзім рахат тұғын, сол кезден басталды. Мә ана клиентке неге ұнамай қалды екен? Былай сөйлесіп несе көрмедің бе жұмыстарыңызды? Бірақ кейін бота білесің ба, 2 жылдан кейін осы визаждан сол кабинетте 2 жыл қабылдадым. Содан кейін сол клиент келді ғой. Келді ма? Қандай чувство болды? Ол клиент келді, мен оған жақсы көретін нәрсесін істеп бердім. Таң қалып жаңағы ма күшті деп сол кезде мен айттым ол кісіге. Помните, мен 2 жыл бұрын осындай салонға барып тұрмақшы болған едім, сізге ұнамай мені қуып шыққан ол жақтан деген кезде ол маған енді андай біртүрлі болып қалды. Алтынай, айтпайсың ба сол кезде, сен сол кезде сол едіңіз. Ол кісі білмейтін бе негізі сіз новичок екеніңізді? Мен просто ол кезде орамал тақпағам. Ал кейін мен орамал тақтым да, мүмкін танымай қалған шығар мен жаңағы сөйтіп айтын күледі. Болды, мен ол салонға айтам, сені енді алады. Ол салонға мен шақырды кейін, келіңіз деген сияқты жақсы арендасын айтып, бірақ мен білмеймін, жаңағы асадық менде. Енді андай ғой, бірінші барған кезде неудачный болып қалды. Енді ондай нәрсе болады ғой. Бірақ әлі күнге дейін мен ол салонға бардым. Аяғын тартпай қалды ма? Негізінде шынымен де қандай бір кәсіпті бастаған кезде, қандай да бір істі бастаған кезде бәрі идеальный болмайды, айтыңызшы. Көбісі қазір ойлайды, бір істі бастасам, бәрі идеальный болып кету керек. Бір мамандық оқысам, келесі күні миллион табу керекпін деп ойлайды. Сол көрдіңіз, это ваш неудачный опыт. Но зато сіз не істедіңіз? Сынған жоқсыз. Дальше уже зато кейін сізге күшті возможностьпен өзіңізге офисті ашып берді. Сөйтіп сол жақтан. Енді ол менікі болған жоқ аренда, бірақ сонда да күйеуім айтты, өзің жалғыз отыр, өзіңе қожа бол, қорықпай, ешкімнен келетін адам саған келеді деген сияқты. Сөйтіп сол жақта қабылдаппын. Сол кісімен кейін күліп жатырмыз ғой. Қызық, өмір деген қайтадан айналдырып істі маған алып келді ғой деп. Сөйтіп сол қызық мә. Негізі шынымен де осындай бар ғой, Алтынай, енді сіз қазір топ визажистіне осындай жолдармен жүріп танылғансыз ғой да, енді осылай танылдыңыз, енді кәсіп жағынан қалай болды сізде, осындай бірдеме істі бастағысы келіп жүрген, жаңағыдай былай айтқанда не ғой, чудо нені күтеді, палочканы бар ғой, сразу ақша болып кетеді, мысалы, мен де енді на опыте айтайын, маған да обучениеға келеді ғой, айтатын, мен хочу сіз сияқты миллион табуға деп. Сразу. Айтам, бүкіл нәрсе андай бар ғой, не болу керек қой, миға қонымды. Мысалы, сен 100 мың тауып жүрсің ба, келесі айда 300 мың табам десең, это нормально. А сен 300 мың таппай жатып, уже миллион деген бір ұйқаспайды ғой, или миллион тауып жүріп, 50 миллионға кетіп қалған тоже ұйқаспайды. Бүкіл нәрсе бір честно да, бір миға ұйқасатындай шынайы болу керек деп ойлаймын. Сондай бір бар ғой, қияли болып, бір істі бастағысы келеді, бірақ сразу бір брендті қалыптасып жарқыраймын, все, ертең миллион деген нәрсе жоқ. Қандай да бір істі бастасан да, күшті бизнес бастасан да, күшті бір услуга бастасан да, любой нәрседе не бар? Провал болады. Провал болады, сол нәрсені көтере алған адам ғана жетеді. Ең ана биігіне. Кім көтере алмайды, сол провал болып қалады. Еще оны жамандап тастайды, это не мое, басқасына барады, оны да жамандайды, анаған барады, одан да қылайды, ең артында тағы жертва болып біреуді кінәлайды, өзі кінәлайды, ешкімге сенбей сөйтіп отырады. Дұрыс айтасың. Ондай адамдарға не айтасың, например, сынбау керек деп ойлаймын мен өзім. Енді сіз не только как визажист ретінде, кәсіпкер ретінде де не айтасың? Мысалы, например, қазір практика жағынан қарап отырсақ, ондай адамдар бір бизнестен бір бизнесқа секіре береді. Бірақ ол кезде ол білмейді қайсын істеп жүргенін. Мысалы, бір бизнес ашады, болмайды, ананы ашады, ананы болмайды, ананы болмайды. Ол сен кәсібіңді жақсы көрмесең, ол алға жүрмейді. Сен оған міндетті түрде ақша құйып тұруың керек, мейлі ол сату болсын, үйдегі жұмыс болсын, бәрібір де сен ақша құюың керек. Ол сен ақша құймасаң, ол алға жүрмейді. Және де сенде ең бастысы желание ғой. Желание болмаса сен оны не үшін істейсің? Соны айтып тұрмын ба? Ал адамдарды былай ойлайды. Дайын, былай ғой, алма түс, аузыма түс. Осы нәрсені, сөз қысқасы осы нәрсені жақсы көреді да. И болмай қалса тоже жаңағыдай өздерін басқаны кінәлі етеді. Любой істің, любой жұмыстың, любой кәсіптің артында үлкен еңбек жатыр. Осы нәрсенің кәдімгідей точкасын қойғым келеді. Алтынай ханым, жақсы, осы жолмен сіздің макияждық жолыңыз басталды дейік, одан кейін қаншама невесткаларды қабылдадыңыз, уже бұл жұмыс өзіңізге ұнайды. Сіз бірақ ойлаған жоқсыз да, мне кажется, осындай атақты болып кетемін деп ойлаған жоқсыз ба? Бұл ойлаған жоқ. Ожидание болған жоқ? Жоқ.
себебі андай ғой, өзің тупо істей бердіңіз. істей бердім бір жерде, басқалар салонда күшті болып, бүйтіп көрініп жүргенде мен жаңа кабинетімде сол главный ақшасын алып, менде бар болды, жаңағы керек заттарымды алып, соған мәз болып жүрдім. Ожидание жасамадыңыз? Еш нәрсе былай, ақшаны бүйту керек, ондай болған жоқ. Мен бір жаманым, мен ақша ұстай алмаймын. Мен алам, жұмсаймын, андай болады ғой. Қазір мысалға бүкіл ақшамды мен товарға салып жібере аламын да, бір каспиімді 0 болып отыра аламын. Это нормально, да? Мен себебі ол ақшаны қазір бір сөйлеп болсын, бір жерден болсын тауып алатынын біліп тұрамын да. Ол мәселе ақшада емес, жаңағы азартқа кіріп кетемін. Сізге бұл сфера ұнайды, и получается сіз бұны үлкейтудің жолында жүре бересіз, айналдырып, новый завоз, новый киім деген үлкею керек деген сияқты, Маған негізі күшті қасиет қой. Бұл нәрсе жақсы екен негізінде, потому что көп кәсіпкерлер андай ғой, ақша табады да, все, мысалы, осы айда мысалы 12 миллион табамын, 12 миллионға машина алады да отырады, келесі айда тым жоқ. Сөйтіп ақшаға қатты жоқпын. Жолдасым біздің үйде кәдімгідей сондай нәрсені жинап, сондай жақсы көреді. Күшті ғой. Менің қолыма ақша түсе бітті. Анау бар деп, сол кезде ұстап отырады. Алтыш, маған беріп қойсай деп, сол сияқты бір үйде ондай адам болу керек. Мен үйде мен екен. Мен жолдасым андай. Короче, ақша бола ма? На тебе денег деп шаш ұстайды, кәдімгі бар ғой, ақшаға жоқ. Негізінде бір жағынан ойлаймын, әйел адам негізінде итакта біздің проблемамыз көп қой, ойлайтынша. Итакта миымызда информация көп, бір жағынан күйеуінде сондай болған жақсы шығар, например, беріп қоясың, ол өзі реттеп жүреді деген сияқты. Бір плюс пен бір минус болады ғой әр үйде. Бір жағынан әйел, кейбір адамдар ойлайды, әйелге дұрыс, кейде әйелге, енді екі жағы да дұрыс, екі вариант. Әйтеуір екеуінің біреуі дұрыс ақшаны ұстау керек. Хорошо, енді Алтынай ханым, получается, сіз осы визажистан көтеріп, қалай сразу кәсіпкерлікке келдіңіз? Сіз былай шыққанда өзіңіздің бутигіңізді ашып алдыңыз ғой, капсула, біздің Жезқазған қаласында әйелдерге арналған бренд, әдемі, сапалы киімдер, бұл кісінің бутигінде бар, капсула, көрсеңіздер болады, негізі іші өте үлкен, әдемі, өзім бірнеше рет барғам, бірақ сіз көрмедім почему-то. Мен көмекшіңіз тұрады ғой, қыздар бар. Енді ол, мысалы сен жаңа айтып отырсың ғой, үлкен деп, бізге ол негізі үлкейген сайын кіші болып көрінеді. Енді адам соған жетіп алғаннан кейін дальше хочет. Соған жетіп алғаннан кейін дальше деген сияқты ғой. Ол кәсіп. Сол мен жолдасым айтып тұрмын ғой. Сол кісі ма? Жолдасым айтты, осындай ақша бар, не істесек болады деген сияқты. Ол бизнес бір 3,5 миллионнан басталған негізінде. Содан кейін мен айттым, жарайды, маған берсей, мен осылай істейін деген сияқты, мен сол құртудан немін ғой, бірінші орын. Сөйтіп жолдасым маған берді, маған баста деп, бұл бізде біз кішкентай 25 квадраттан басталған. Неде отырдыңыз ау деймісіздер? Көктөбенің қасындағы, Еще бір жағынан сіз визаж жасап аттыңыз, и бір жағынан киім саттыңыз. Тоже аренда ала салдым. Тоже күшті киімдер болатын. Енді қазір сол суреттерді көрсем, күлкім келеді. Неге? Білмеймін, бір ішінде бір товар жоқ, бір кішкентай жер сияқты, бірақ ол кезде біз үшін ой, бұл бір бақытты. Кәдімгідей мен нәрсем деп, қазір суреттерді ақтарып көрсем күлкім келеді. Рахмет сол біздің клиенттерге әрдайым. Ол жолмен де жүру керексіз ғой, Алтынай ханым, жүру керек болған, ол да опыты. Ол сол кезде ол үлкен болып көрінді. Одан кейін капсуланы аштыңыздар. Капсула қазір сізге кішкентай, например. Қазір мысалы 120 квадраттың өзі маған, білмеймін, кішкентай. Қанша уақыт ашып салдыңыздар? Просто так ашып салдыңыздар ма? Просто мен білмеймін, бір кейін сотка жолдасым сол телефон алып беріп, қарап, салыстырып, біздегі бір қаладағы бір енгізгім келді, біздің қалада көбінесе андай ғой, бір Алтынай шоурум, анау шоурум деген сияқты. Бірақ мен ойладым, неге әр адам өзінің атымен қалыптастырады? Неге басқаша бір креативный идея келді ма? Сөйтіп бардым да, мен капсула деп таңдадым. Сөйтіп ашылды. Сол кейін көштік. Қазірде біз арендадамыз. 120 квадрат. Өзіміздің сол баяғы тұрақты клиенттеріміз. Әлі де сол киім. Қиындықтар бола ма қазірдің өзінде? Қазір жоқ. Уже бір жүйеге келдіңіздер ма? Басында енді болды. Аренда дейсің, аренда қымбат. Мысалы бізде, мен жасырмаймын, аренда 400 000 теңге. Біздің именно Жезқазғанда аренда қымбат, вообще қымбат. Ол қайта біздікі жай. Мысалы кейбіреулері кішкентай жерге 600 000 төлеп жатқан адамдар бар. Орталықтар. Сол себепті негізі сол
шыңға кішкентай шыңдарға жетсең ары қарай өзі бола береді. Ең басты тырысу керек және де тәуекел ету керек. Онсыз болмайды. Мысалы шың ғой, мысалы көз алдына былай елестен 400 мың әжептәуір ақша, и то сенде андай не жоқ та, конкретно бір не жоқ, осындай табыс табады деген не жоқ қой, цель жоқ қой. Мысалы бола ма болмай ма тоже белгісіз да, бірақ сен тәуекел етесің, Аллахқа тапсырасың, и ол нәрсе өзін жауап жүре береді дейсіз ғой. Яғни Аллах тағала ешкімді ризық несібесіз қалдырмаған дейсіз ғой. Бәріне қалай үлгересіз? Білмеймін, ойлаймын. Парақшаңыз қалай дамып кетті сонда? Білмеймін, мені мысалға блогер деп, мысалы сен жаңа танытып жатсың. Мен ойлаймын, блогер деген ол өз парақшасын жүргізетін. Енді сіз андай хобби ретінде жүргізіп жүрсіз ғой, дұрыс па? Енді сол жұмыс клиенттер сол жақта ғой. Мен оны жүргізуге тиістімін. Сол себеп білмеймін, атауы да жоқ. Мен өз кезімде өз парақшам болған. Оны бұзылып кетті, білмеймін. Жаңағыдай бір мошенниктер бұзылып. Содан кейін қатты бір желание болған жоқ ашып. Сосын өзім жұмыс парақшама кірдім, солай сала берем, сөйтіп клиенттер сол жаққа келіп, сол жақтан тауып. Мысалы, рилстарыңыздың қаралымы, сторисіңіздің қаралымы өте жақсы негізінде. Оны да білген жоқсыз? Мен оны мысалы мән бермеймін бота. Мысалы сен адамдар айтады, осындай реклама беруге бола ма, қанша тұрады деген кезде мен ойлаймын, қайдағы реклама, не үшін реклама, мен блогер емеспін деп. Бірақ енді жаңағы таныс адамың айтып тұрса, қалай жасамайсың, сөйтіп жасайсың. Мен сіңген бойынша, Алтынай ханым, сізде бар андай ғой, нелогичный нәрсені істейді екенсіз көп. Андай бар ғой, істей бересіз, 5 ожидания. Біз мысалы былай жасаймыз ғой, мен рилс түсіремін, ат кету керек деген. Потом бізде ожидание реальность болып қалады, атпай қалады, ё-майо деп кәдімгі жынданасың, қаншама расход деген сияқты. Ал сіз қандай екен, идея келеді, сала бересіз, идея келеді, түсіре бересіз. Еще мен последний нелеріңізді көрсем, рилстарыңызды кәдімгідей не болып кетсіз ғой, вайнер ма қалай дейді андай приколдарға да обырға да өте күшті көреді екенсіз. Білмеймін, енді андай мысалы біреулер мен қызығамын мысалға. Просто қызығып саласыз оны. Обязательно андай жинау үшін емес, рилс жинау үшін, просмотр үшін емес, басқа адамның парақшасына қызығамын. Мысалы болады ғой, семья, жаңағы не, бәрі күшті бір гармонияда тұрады. Ал мен парақшама кірсең, анау да бар, макияж да бар, тамақ та бар. Универсал десеңші. Ар жағында бір порошоктар жүреді, болады ғой. Менде андай жоқ. Біреу қазір қарайды, біреу қазір күледі. Мынауың қазір бір қараққа саяды. Шынайысыз зато. Мен сала беремін. Мен үшін ондай бір уақытша нәрсе сияқты. Ертең балаларым көріп бір күлер. Әйтеуір хобби, сізге әйтеуір салу керек, естеліктер деген сияқты. Не үшін бір галерея сияқты Инстаграм. Негізі без ожидания жасаған нәрсе негізде күш татады. На мой опыте тоже солай ғой. Енді Алтынай ханым жаңа сұрақты дұрыс қойып аттым да, бұрып жүрдім. Жаңағы бәріне қалай уақыт табасыз? Получается, Инстаграм жүргізесіз, макияж істейсіз, обучение өткізеді екенсіз, капсулаңызда тұрасыз жаңағы магазиніңізде, күйеуіңізге уақыт, балаға, еще үйдің тамағы деген сияқты. Бәріне қалай уақыт табасыз? Білмеймін, сол негізі сұрақты бәрі қояды. Қаншама жұмыс, энергия қаласыз? Білмеймін, ол сұрақты бәрі қояды, бірақ мен әлі де жауабын тапқан жоқпын. Мен ойлаймын, біздің қала кішкентай, сол үшін мысалы мен таксимен де жүрмеймін. Мен үшін жаяу бір жерге барған бір тез болып тұрады. Мен жұмысқа барып келем, арасында барам да, жаңағыда мысалға бізде жұмыста мастер-класс болып жатыр, Астана қаласынан мен ұстазым келіп сабақ беріп жатыр. Мен қазір келем деп кетіп қалды сосын. Мә, Алтынай дейді, қай барып үлгеріп жатсың? Соны айтамын, қалай үлгересіз? Мен айтамын, білмеймін, қала кішкентай, барасы бар. Садикке барасыз, ал келесіз, жұмысыңыз бар, аяқта клиент, ал магазиніңізде кім тұрады, или көмекші команда бар ғой, қыздар бар. Бірақ енді касса жауатын кезде өзіңіз бірақ жоқ, мен бірақ бота жұмыста күнде боламын негізі. Соны айтамын, жүресіз, қалай? Олай болмаса болмайды ғой. А клиенттердің ішіне макияжы? Оған да үлгересіз? Оған да үлгеремін, енді ол по записи, ол біздің бір жұмыс күшісі по записи, барасың, келесің, сол сияқты, сосын болсын деген сияқты. Адам желаниясы болса, бәрін жасайды дейсіз ғой, негізінде уақытты сылтаулатып қажет емес дейсіз ғой. Қазір мысалы біз үлкен қалада тұрсақ, біз үлгермейтін едік. Бірақ үлкен қаланың өзінде бар ғой, тоже ажиотаж өмір жақсы ғой негізінде. Адамды лишний раз қиялдануға, депрессия кіруге, депрессия деген қазір актуальный ғой, выгорание, депрессия, соған кіруге уақыт болмайды деп ойлаймын мен. Өзім де осындай ажиотажмен жүрген жақсы көремін, тоже аяқ асты бүйтіп күшті ғой. Дым дайындалмай андай. Зато идеально болады, оригинально болады деген сияқты. Алтынай ханым, жалпы енді сіз орамалға өзіңіз қалай келдіңіз?
Орамалға мен екінші қызым босанғанда спонтанно білмеймін орамал тақтым да, сонымен шеше алмай қалдым. Және де бірінші балада бір бала болдым ғой өзім, екінші балада бір андай бір жауапкершілікті қатты сезіндім. Мен мамамын, болды, мен енді сөзімді басқаша болу керек, тұрысымда басқаша болу керек деген сияқты сөйтіп тағып кеттім. Және де үйдегі ағаларым кішкентай кезімнен бері мысалға далада жүрсек те жүрме, қайт деген сөзі, қас-қабағы барлығы әсер етті. Содан білмеймін, сөйтіп қалыптасып кеткен сияқты. Негізінде қыз бала үшін шынымен де жаңағы әкесі сұралады ғой, әкесі, ағасы, інісі, жолдасы деген сияқты. Сол нәрсе сізге қатты әсер еткен сияқты, мне кажется. Әрине, ол да. Енді солардың ұятқа қалмас үшін да, солардың абыройларын көтеріп жүру үшін намазға келдім дейсіз ғой, иә? Жолдасыңыз оқи ма намаз? Жоқ, ең алдымен мен намазға өзім келдім. Өзіңіз, да? Кейін білмеймін, сөйтіп орамал тағып кеттім. Жолдасым әзірше оқымайды. Бірақ біздің үйде ондай жоқ. Сен оқуың керек, мен оқып жатырмын. Қарсы болмады ма ол кісі? Жоқ, ол кісі ондайға қарсы емес. Жақсы, оң көзбен қабылдады, да? Енді Алтынай ханым, сізде біз енді жеткізбай кішкентай ғой. Көбісі сізді башқанда ұрысқақ, жаңағыдай орамал тағып алса да, ұрсады да, жаңа негативный комментарийлар, негативный ойлар айтып жатады. Енді сөзін ашығы керек қой, макияж жасалған Алтынай дегенде сөйтіп айтады да көбісі. Бұл ой, бұл негатив неден қалыптасқан? Сондай бір хейтер деген ба, не деп айтайын енді бұндай адамдарды, иә? Соларға не деп жауап бересіз? Ең алдымен мен тік мінезім. Және де мен біреудің алдына бүйтіп күліп, өтірік, бүйтіп сөйлеген жақсы көрмеймін. Мен бір ортада сондайды байқасам, сол ортаға мен кіріп бара жатсам, мен міндетті түрде айтамын. Және де білмеймін, қай жылы бір айтқаным қатты тиіп кетті. Ол бір жағынан маған хит әкелді деп айта алмаймын. Себебі ол сол кісілерден ғана келмесе, қатты маған хит болған жоқ. Мен бір айтқаным, мен ойымды айтқаным үшін ол адамдардың алдында кінәлі болып қалдым. Қазір андай ғой, шындықты айтуға болмайды дейсіз ғой. Шындықты айтсаң, кім жаман? Сен жаман боласың. Енді мен ол кезде өзімді прям Алтынай деп санаған жоқпын да. Қалай бар, сөйтіп айта салдым. Және де ол кісілерге ол ұнаған жоқ. Ол біраз негізі үлкен шаруа болды. Үлкен адамдар кірісіп кетті ол шаруаға. Бір жағынан ұят. Себебі мен айттым. Ол басқаға ұнайма, ұнамайма, ол уже не мои проблемы. Сол себепті мен де туралы айтады. Бірақ мен қалай бір сөзбен айтқанда біз халыққа қызмет етіп жүрген адамбыз ғой. Біз көп адамдармен жұмыс жасаймыз. Оны сен көтере алмасаң, ол жолмен жүруің тиіс емес. Мысалы көп айтады ғой, мынау ұнамайды, мынау ұнамайды. Ешкімге жақпайсыз ғой, мен иә деп қабылдау керек. Ол айтқан адамның барып сен аузын түртіп, аузыңды жап деп бүйтіп айта алмайсың. Себебі ол адам, қазір ондай заман емес. Біз баяғы заманда өмір сүріп жатқан жоқпыз, сол себепті. Бірақ қазір ол кетті. Мүмкін үйренген сияқты, иә. Мен ойлаймын, ол адамдар енді бір болады ғой, бір күшейіп келетті ғой, бір инстаграмның сол кезде шыққаннан кейін ол кісілерге ауыр тиді деп мен оларды түсінемін. Ал мен енді баяғыдан өзі қалай мен виза жаза бастадым, сол уақыттан бері мен парақшаға бір нәрсе салып сөйтіп жүремін. Ондай кезде мен өтіп кеткен бұл кезеңнен. Сол. Енді менің ойымша, ол жерде әр адам не ғой, өзінікін қабылдайды деп ойлаймын енді. Сөз өз иесін табады деген нәрсе бар ғой, иә. Енді сіз айттыңыз, енді бір адам былай қабылдайды, адам қабылдауына да байланысты деп ойлаймын. Но сонда да жаңағыдай енді больная темама, білмеймін, жаңағыдай Алтынай деген кезде клиенттеріңізде де, иә, сондай көп жағдай кездесе ма, сіз жаңағыдай орамал тағып, әсіресе орамалыңызға ең бірінші ботамен бір ішім ашиды. Любой жағдайда біз адамбыз. Адамда мінез бар. Әр адамда мінез бар. Мен андай адамды көрген емеспін өмірімде. Болды бір идеальный, болмайды ондай. Иә, ондай болмайды. Ол кезде сен қасқырлар жейді, бір сөз айтқанда. Бірақ көп сын айтылады, білмеймін, осы уақытқа дейін көтерем, қатты бір депрессияға ұшырап, бір басымды ауыртып өтпеймін. Мен айтам, қоям, біреуге ұнайды, біреуге ұнамайды. Мен де біреуге ұнамаймын. Мен де біреудің. Ешкімге ұнау үшін жақын келмейді дейсіз ғой, мінезім тік, как ес айтам деп. Просто
енді сіз енді орамалдасыз ғой, соған андай бар ғой, мне кажется, тиісетін сияқты. Адамдар мынандай да, орамалдағы адам идеальный болу керек, орамалдағы адам сөйлемеу керек, всегда жаңағындай кішірею керек деген позиция ұстанып қалғанда, и өздеріңізге дұрыс болмай жатса да, енді сіз клиентпен жұмыс жасайсыз ғой, неше түрлі клиент болады деп айтып тұрсыз. Сол кезде жаңа сіз бірдеме деп қалсаңыз, сразу уже орамалын тап тұрған жоқсың ба деп. Орамалыңа сай келмейсің деген әңгімелер айтып жатады. Оны да көтересің. Жарайды, сіздікі дұрыс деген сияқты жібересің. Ал енді ойлашы, мен сол кезде сол адамдармен әрқайсысымен арпылдасып, әрқайсысымен соттасып, бір сөзбен сөйтіп жүрсем, ол менің адамдығымнан не пайда? Сол себепті үйренгенмін мен ондайға. Көбісі айтады, ұрысқақ Алтынай, бұл қатал, бұл өзімшіл, суық дейді. Ол түрге байланысты сияқты, түрім сондай болса мен не істеймін дейді. Негізінде енді Алтынай ханым, мен бүгін айттым ғой, басында айттым жаңа сіздермен. Мен де сіздер сияқты Алтынайды қатты танымаймын дедім. Ұрысқақ деп. Мен де почему-то андай бар ғой, суық сияқты, бір қатал сияқты көрінетініз историядан ше, стористі көрген кезде. На самом деле вообще басқаша кез жұмсақ. Мен просто бота мен адам таңдаймын. Мен білмеймін. Сондай қасиет. Ол қандай қасиет? Мен адам және де ортаны таңдаймын. Мысалға бір ортада маған ұнамайтын нәрсе бола ма, мен ол ортаға екіншіде барып, бір пайда үшін қатты сөйлесіп, мен просто артқа шегініп сөйлеспей кетемін. Вывод жасайсыз. Сосын кейін сондай адамдардан қалыптасады, бұл сондай деген деп. Мысалы, өмірде де қарапайым адамдардың туыстарының ішінде ондай адамдар болады ғой. Бірақ олар көрінбейді. Ал біз сторисқа шығып жүргеннен кейін ол жаман көрініп қалады да. Сосын екі есе қатты тиеді. Еще, мне кажется, адамдарға негативті әңгімелер жақсы көреді. Бар ғой, кәдімгідей бір жамандағанды, одан сайын андай бар ғой, күшендіріп, бала ешқандай отқа май қылған жақсы көреді ғой, бізде халық сондай ғой негізінде ше. Мысалы бізде клиенттер болады, мен жасырмаймын, негативті клиенттер де болады, менде бәрі күшті деп айтпаймын. Сол кезде айтып қалады, сен орамалыңа сай емессің, сен Алтынай деген сайын сен кетіп бара жатсың деп. Бірақ мен айтам да, өздері ғой көтеретін, өздері де түсіреді, өзі күліп қоя саламын, деп. На самом деле бір атағымыз жарып бара жатқан ешқандай жоқ қой. Өздері просто көтереді сөйтіп, сосын өздері солай түсіреді. Солай дейсіз ғой. Негізінде Алтынай ханым осы жерде айтқым келіп тұр. Біз өмірде өзіміздің айнамыз ғой, адам сізді ұрысқақ деп көре ма, значит өзі ұрысқақ. Сізді ашық деп көре ма, значит өзі ашық адам. Отражениямызды көру үшін келгенбіз ғой бұл өмірде. Бірақ көп сөйлесіп кеткен адам айтады, сен басқа кезсің ғой. Немене түрің сұп-суық етіп кетші өрен, түрің сондай, мен істеймін. Адамда ғой бір рет жаман нәрсе, бүкіл жақсылығында ұмытып кетеді. Бір рет саған негативный бір қара черный точканы көріп қалған, бітті. Соны айта берді, соны жақсы көреді да негізінде. Неге болады, оның себебі деген нәрсе басына ауыртқысы келмейді. Сондай қоғамда енді сондай адамдар көп. Мен ойлаймын, негізі адамды өзінің жаңа бір рет осылай айтып екен деп сөгудің қажет жоқ деп ойлаймын. Ол айта ма, айтпай ма, жаңа өзіңіз айтқандай ол адам өзі біледі. Ешкім аузына біз қақпақ бола алмаймыз. Не только сізге, бәрімізге ондай әңгіме келеді. Біз адамбыз ғой, извини, пожалуйста, біз ешкімге жауға міндетті емеспіз, дұрыс па? Жағамыз да, жақпаймыз, бірақ мына нәрсені ұмытпайықшы осы жерде. Біз айнамыз. Сіз мен айнамыз. Мен сіздің айнамыз. Жолдасыңыз сіздің айнаңыз, сіз жолдасыңыздың айнасыз. Бәріміз просто бұл өмірде бір-бірімізді көру үшін келгенбіз. Яғни сіз маған қарағанда өзіңізді көресіз деген сияқты ғой. Жаңа жаман негативпен әсіресе қарап жүрген кісілер, значит іштері сондай деп ойлаймын мен. Мысалы мен жан-жағымдағы адамдар бәрі өзінің жұмысы, бәрі отбасылық адам, бәрінде мен олардан ондай нәрсені көрмеймін. Мен ондайға уақыт та жоқ, бір сөзбен айтқанда. Кәдімгідей сөйлеп, маған солар жетеді. Кейде ойлаймын, осы түріңнің де суықтығы, мінезіңнің де суықтығы кей кезде жақсы ма деп ойлаймын. Себебі ойлашы, қазір сен түрің жылы, бүкіл жерге күшті болып тұрсаң, сені әр адам пайдаланып кетеді, бір әсесін пайдасына сен жаратады деген сияқты. Ал кей кезде ойлаймын, мүмкін ол да дұрыс шығар. Артық адам болмайды, артық проблема болмайды. Дистанция болады дейсіз ғой. Әрине біз бұл өмірде мәңгілік емеспіз ғой. Ертең 100 жылдан кейін бізді ешкім көрмейді, ешкім танымайды қалады. Сен ешкімге керек емессің ол кезде. Сол ойлаймын, әр адам просто миссиясын келіп, өтіп, өз жолын өту керек болды. Басқа еш нәрсе керек емес. Өмірді қиындатпасаңыздар десеңізші, сіздің жаман энергияңды алып, өз-өзінің проблема, оны ойлап. Мысалға қазір қыздар курстар оқып жатады ғой. Мен мысалға қатты оны құптамаймын. Жаңағындай енемен қарым-қатынас, мен күйеуім мені бүйтті, мынау мені сөйтті, мен не істесем болады.
мен ойлаймын да, неге оны адамдар ушықтырады? Енеңмен ұрсасың ба, ұрыс. Күйеумен ұрсасың ба, ұрыс. Бола ма проблема, шеш. Зачем оны проблеманы тығып? Сол нәрсені бастан өткізу керек болды. Просто енді сондай запроспен барады ғой жаңа психологтарға ше. Ал психологтарға барған кезде, ол психолог просто тура өзі біліп тұрған нәрсені айтады. Просто оның жолдарын техника арқылы айтып жүреді ғой. Ол оны барады, усложнять етеді, қиындатады, жалғыз айтеді. Неге бір адамның мысалы сенің өзгеруіне бір адам әсер ету керек? Сен неге өз-өзіңнен бастамайсың? Өз-өзімен тәрбиеле дейсіз ғой. Әрине. Өз-өзімен жұмыс жаса. Мысалы қазір ашып қалсаң бәрі бар ғой. Мысалы Құранда да бәрі жазылған. Өзің жолдасыңның разылығын алсаң болды деген сияқты әйел адам. Мысалы мен үшін мен сондай стереотиппен өмір сүремін. Мен үшін жаңағы қажет емес жаңағы ананың, мысалы достың да ақысы болады, туыстың да ақысы болады, оны да жібермеуге тырысамын. Бір жағынан ойлаймын, достың да көп қажет жоқ, оның барлығына ақысы бар, көршінің ақысы бар, сол себепті ойлаймын. Соны ғана білсе, қалған не важно, ол нәрсе болады. Бірақ жаңағыдай оны ушықтыратын өздері. Сосын біреуді кінәлайды. Жарайды, сол кезде өзі кінәлі болып қал, сен еш нәрсең кетпейді ғой. А олар біреуді кінәлауға тырысады, жаңа минусты іздей бастайды, сосын жүреді. Шынымен де ғой, фокусты бір нәрсеге, жаман нәрсеге қояды да, и постоянно сол жаман нәрсеге көрей береді. Негізі шынымен де адам өзі өзгермейінше, Аллах ол адамды өзгертпейді, иә. Енеңізбен күшті қарым-қатынаста болғыңыз келсе де, күйеуіңізбен күшті ортаңызда күшті болғыңыз келсе, сіз өзгеріңіз, иә. Мен өзгерейін. Мен қалай өзгерем? Менің қасында күйеуім де өзгереді. Мен қалай өзгерем? Мысалы, мен енемен бұрында қырылса сөйтетін болсам, егер де Құдай сақтасын, ондай қарым-қатынаста емес, сондай болса, мен өзім өзгере бастасам, уже жылы-жылы сөйлей бастасам, басқаша подход жасай бастасам, ол да өзгереді ғой. Ол да адам дейсіз ғой, иә. Негізі шынымен де өте жақсы түйсік. Адам өзі өзгермейінше, Аллах ол адамды өзгертпейді, өзімен алыс өлгенше деп бекер айтылмаған, иә. Енді Алтынай ханым, сіз адам бойындағы қандай, жаңа бір сөзіңізді естіп қалдым, адам таңдаймын деп, иә. Сонда сіз адам бойында қандай качестволарды бағалайсыз? Тұрақтылық. Сосын, иә. Сосын сөйлегеніне қараймын, міндетті түрде. Мысалы бір жаман болмайтын бір сондай нәрсе айтып жатса, мен түсінемін, ол менің адамым емес. Сізге мне кажется, андай бар ғой, мышлениясы өзгерген, да, бір жақсы ойлармен жүретін, бір целі бар, да, бос қышқышы әңгіме деген нәрседен алыс жүретін сияқтысыз, да? Мысалы сырттан ол қалай көрінеді? Мысалы былай айтып, бұның осындай бизнесмен достары бар, подружкалары бар, олай емес. Менің негізі қарапайым достарым өте көп. Олар менен ешқандай выгода іздемейді, бір пайда үшін араласып қалмайды. Мен соларға көп сырымды айта аламын. Қатты өйтіп таңдағым келмейді біреудің дәрежесіне қарап. Білмеймін неге екенін. Бірақ ең бастысы ол адамның жаңағы сыртына қараймын, сөйлегеніне қараймын, тәрбиесіне қараймын. Себебі ол, мысалы, бота мен сені танып отырмын, мен сені қазір білемін, әке-шешең қандай екенін, сол сияқты ғой. Солай өзі қалыптасады. Сондай тұрақтылық, түрі, ұстауы, сөйлеуі, тәрбиесі дейсіз ғой. Шынымен де адам бойында болу керек качестволар сол ғой. Енді Алтынай ханым, жалпы өзіңіз тағы не айтарсыз, не қосасыз? Енді қазір қоғамда сізді прям бар ғой. Енді осы сәтті пайдаланып, қазір сіз бір айтқым келеді, осындай нәрселерге жиі маған кездеседі, осындай тақырыптар өте актуальный деп, менен қайта бір инсайт болсыншы деп, кәдімгідей қазір бізді көріп отқан көрермендерге өзіңіз не айтқыңыз келіп тұр? Енді көп қазір жастармен жұмыс жасаймын. Енді кешіріңіз сөзіңізді бөлейін, енді сіз жас болса да, жасыңыз мысалы 27-де, иә, жас болса да, уже макияжда 10 жылдық опытыңыз бар, уже кәдімгідей кәсіпкерсіз, да, үлкен кәсіптің иесі болып отқан блогер деп те айта аламыз сізді, анасыз, да, қоймайды дейді блогерді айта беріп. Жас анасыз, мысалы, әлі жап-жас, әлі 30-ға да келген жоқ, бірақ осыншама былай артыңызға қарағанда ауыз толтырып айтатын дүние бар, да. Сол нәрсенің барлығын бір түйіні ретінде қазір сізді көріп отқан көрермендерге не айтасыз? Ең бірінші айтарым, жастарға армандау керек. Болды. Бесплатно ғой десеңізші. Ол бесплатно ғой. Мысалы, қазір өзіне мен армандаймын. Кейде армандарымды айтып, өз-өзіме айтып отырсам күлкім келеді. Ол ужас, масқара, қаншама ақша керек анаған деп кейде күлкім келеді, бірақ армандау деген тегін ғой, армандау керек. Және де әке-шешелеріңіздің үмітін ақтау керек. Себебі сен ертең желпілдеп жүре берсең, алды-артыңа қарамай,
қазір көп жастар орыстанып бара жатыр, бір сөзбен айтқанда тікелей. Ол ешкімге тиіп кетпесін. Бұрындары енді осы негізі мен андай жақсы көремін да, зерттегенді ше. Мен андай даже неше адам ажырасты, неше адам біраққа тұрды, сондай көп зерттейтін өзім бұрында дебатер болғанмын ғой. Қазір осы соңғы неде тағы сондай интерес болып жүрді. Қарттар үйін зерттесем, қазір орыстарға қарағанда біздің прям айтуда қиын же, именно жезқазған бойынша да қазақтың қыз баласы, жана ер балалары өздерінің аналарын қарттар үйіне көп өткізіп жатыр. Статистика бойынша сондай көрсетіп тұр ше. Вот сондай адамдар да өте көп негізінде ше. Иә, көп. Мысалы біздің көршілерімізде де бар, қазақтар өздері ғана тұрады, балалар орыстанып бара жатқан сол ғой деймін да. Мысалы мен уайымдаймын, мен бір нәрсе пісірсем апарып беремін, уайымдап тұрамын, қалай ол сонда деген сияқты. Жаңа айтып жатады, мен балам көшіп кетті, мен балам оқуға кетті деп мен таң қаламын. Сіздер ата-аналарыңыздың разылығын алмай, сіздер бақытты болмайсыздар. Ата-анаңыз сізге ешқашанда болады бір бата тілемей, сөйтпей отырса, сіз өміріңізде жолыңыз болмайды. Мен соны түсіндім өз басым. Кейін сіз тұрмысқа шыққаннан кейін де, сіздің мысалы өз бетіңізбен мен мынаны істеймін жүре берсеңіз, ол ешнәрсе болмайды. Ол олай жүру үшін, значит, басқа өмір сүру керек. Адам өзі ең бірінші таңдау керек. Екі жолда. Мысалы, мен солай жол таңдадым, мен өкінбеймін. Қазір мен қатарыммен өзімді салыстырамын кей кезде. Білмеймін, ол дұрыс па, бұрыс па. Енді анализ үшін? Иә, өзім енді қараймын. Мысалға, отбасым бар, үйім бар, бала шағам бар. Күшті деймін да, мен не үшін өмір сүріп жатқанымды мен түсініп жатамын. Не үшін мен келе жатырмын. Ал кейде мысалы қараймын, не тұрмысқа да шықпаған, не жаңағы әлі жүр, карьера деп. Кейде қорқам, жалғыз қалып кетпей ме. Даже біз кейде кездескен кезде бізде ортақ әңгіме болмайды. Мен жаңағы айтам, мен осындай үй, мен бала, менің қызым деп айтып жатсам, ол жаңағы өзін айтады, сосын ойлайсың. Бақыттың кілті неде деген сияқты. Сол себепті ойлаймын, өзі өмір қысқа ғана, кім неше жасқа дейін өмір сүретінін білмейді. Сол себепті өмірден қалып қоймау керек. Атын айға шығып тұрса да, ата-ананың алдында сәбисіз дейсіз ғой. Әрине. Шынымен де қазір біз ата-анамыздың разылығын алмай, ата-анамыздың адал батасын алмай, қанша жерде мықты кәсібін тұрса да, қанша жерде мықты тіреп тұрған танысым болса да, қолында миллион ақша болса да, берекетсіз болады ол нәрсе. Мен және де айта кетейін, мен енем марқұм. Мен неше жыл келін болдым. Үйден шығып бара жатқан кезде, жаңағы мен қайнағаларыма, қайнапаларыма кетіп бара жатқанда қолын кәдімгідей бүйтіп алып бата беретін. Жолың болсын. Ол ешқай жаққа кетпейді, ол жұмысқа кетіп бара жатыр. Жай батасы болсын, күнделікті. Жолың болсын, өйстіп деп бата береді. Мен басында таң қалатын. Не үшін деп. Кейін оның астынан қарап отырсам, қаншама философия жатыр. Мысалға, сол батамен қазір балалары көгеріп, кәдімгідей өсіп өніп жатыр. Мен ойлаймын, ол әр ананың тілегі. Ал ойлашы, сен анаң сөйтіп саған ешнәрсе айтпай, наоборот, сен не істеп жатсың, сен қашан келесің, сен не десең, ол балада не болады, оның болашағы да болмайды. Дұрыс айтасыз. Сол себепті ол, мысалы, қазір біз ата-анамыз сиырға туған күн бұзауға да туады. Қазір өзіміздің ата-анамыздың, ата-енеміздің жолымен өтіп жатырмыз. Ол үлкен жауапкершілік. Сен өзің үшін өмір сүрмейсің, сен уже басқаларды үшін өмір сүресің. Сол себепті сол ең бастысы үміт ақталу керек. Өте жақсы, күшті инсайттар айттыңыз, негізі Алтынай ханым. Бүгін сіз подкастта барынша ашылдыңыз, сіз жайлы көп ақпараттар алдық. Негізі шынымен де адамды уже таңданғаннан кейін, өмір жолын жүріп көргеннен кейін, уже басқаша көзқарас пайда болады екен расымен де адамға ше. Енді осы кезде тағы да бір түйін айтқым келіп отыр өзімде. Енді бұл подкаст адамдарға өте пайдалы болсын, қыздар болсын, келіншектер болсын, ер адамдар болсын. Негізі қандай, енді қазір қоғамда потребность ақшаға келіп тұр ғой. Иә, көріп тұрсыз. Ақша болмаған үшін қаншама ажырасу болып жатыр. Ақша болмаған үшін жаңа қаншама суицидтар болып жатыр. Ақша болмаған үшін жаңа бар ғой, слишком көп еліктеу деген бар да қазір нәрсе. Сол үшін көп ұрыстар болып жатыр ше. И қазір соңғы осы Инстаграмда қазір енді бәрі дамып кеткен, успешный болып жатыр да. И көп әйелдер андай өздері шетте қалып қойғандай болып жатыр. Осы кезде бір әйелдерге бір мотивационный бір жақсы бір инсайттар айтқымыз келіп отыр. Негізінде сіз жаңа
макияжыңызда бар, например, да, кәсібіңізде бар, бәрін Алтынай ханым 5 ожидание жасады ғой, например, да. Ол бұған жоқ, білген жоқ, ол осылай мынандай топ болып кететініне, ол білген жоқ, осылай жаңағыдай Инстаграм жүргізіп кететініне, ол білген жоқ, осылай ол подкастқа шақыратынына, да. Сіз просто жасай бердіңіздер. Тура солай просто істер жасай бердіңіздерші. Ешнәрсе ожидание қоймаңыздар, просто ол нәрсе жаңа Алтынай ханым айтты, сізге ұнау керек. Бір ғана күйеу міндетті, бір ғана күйеу табу керек, анау кінәлі, мынау кінәлі деп босқа уақытты. Мен айтсай, мақырды айтсай. Қазір мысалы қыздардың деймді, IQ жоғары, мақыр деп айтып жатады, ол дұрыс емес қыздар. Білем, ол мақыр деген ол болу керек, бірақ сонда да жаңағыдай болады, салыстырып, мен күйеуімнің үйі болу керек, мен күйеуім осындай көлік болу керек деген, ол маңызды емес. Оған бірге жетуге болады. Парашюты деген нәрсе бар осы жерде ше. Көп есепке кетіп қаламыз да, есеп адамды қинайды да. И осы кезде де жаңа сөзіңізді бөлейін, жаңа ойымды ары жеткізейін. Жаңа бір күйеуге бәрін беріп қойып, ол міндетті деп анау бар ғой неше түрлі психологтардың бір әңгімелеріне ұғып басқаша түсінеді да. Сен табуға міндетті емес, күйеуің ғана табуға міндетті. Болды, сен ақша таппа, или тапсан, өзіне ғана жұмса, все деген нәрсен. Ана түпкі мағынасын, оның өзінің балансы бар ғой негізінде, да, дұрыс па? Ол болады. Беру керек соны, енді сен отбасы болғаннан кейін ол күйеу мен әйел екеуі бір-біріне жыртығын жамап отырады ғой, бір-бірін білдіртпей, иә? Жоқ, ол күйеу де табу керек. Иә, бірақ бір-бірінің жыртығын жамап отырады да, білдіртпей. Ал кейбір адамдардың мен соңғы кезде байқап жүрмін, пікірлері сондай екен, психологқа жатып алған. Өзі табылады, өзіне ғана күйеуі сорлап жүреді да. И андай күйеулер де бар қазір. Тоже әйелдерге де жаңа парашют. Өйткені бота қазір әйелдер түсіргенім емес, ер адамдарда қатты кетіп бара жатыр. Табысқа қарай. Табысқа қарай, ақшаға қарай, мен деп. Потому что Инстаграм. Ол кезде еркек не істейді сосын? Әрине ол басылып қалады. Ең алдымен ол еркекке поддержка беру керек. Алтынай, осы жерде қараңыз. Хорошо. Осы жерде әйел адам көп табыс тапсын, бірақ ол табысын киіп атқан ризық қайдан? Мысалы, әйел адамға ризықты күйеу арқылы бермей ма? Мысалы, сіз намаз оқисыз, білесіз ғой, күйеуіңіздің ризығы осы кезде бір күйеуді де бір алдап ұстау керек. Алдағаннан кейін алдамайсыз, енді былай ғой, короче. Қылықпен. Жаным, ризық, мысалы, мен енді мақтанған емес, мен солай істеймін, мысалы, да. Ақштаумен, жаным, сенің ризығында киіп атқан деймін, да. Бұл күйеуім потолок болады ғой, менің ризығым деп. Мысалы, мен де кезінде біз жүргенде мен күйеуімнің машинасы да болған жоқ. Білмеймін, бір Жигули болды, ол біреудікі болды. Сол кезде колледжға апарып тастаған кезде мен айтамын ғой, мына уже сен тоқтатып тастап кетші. Қазір қауында өшіп қалады анау деп. Соны мысалға деймін да, бізде неге сол кезде болған жоқ. Мысалы, менде болды ол кезде. Жағдайы жақсы, тұрмысы жақсы ер адамға шығу, бірақ бір жағынан мен ойладым. Парашют зачем, иә? Иә, тең-теңімен қой, шамалы. Тый өзіңді деген сияқты. Қазір соны еске алып мен күйеуіме айтып отырамын. Помнишь, сол Жигулимен кетіп бара жатып өшіп қалатын еді ғой. Зато сіз жоқ кезде, оны ешнәрсені қарамадыңыз, жоқ кезде тұрмысқа шықтыңыз. Енді ол кісі қазір бар да. Ал қазір бәрі бар, сіз тәубе етесіз. Ал егер ода бәрі бар болса, ода енді өмірі андай ғой, біз белгісіз ғой, қазір бізде бәрі бар, бәрі Аллахтікі ғой негізінде, бірақ бір момент жоқ болып кетуі мүмкін да. Ал сол кезде көп семьялар ажырасады. Потому что барға шықты ғой, жоқты көтере алмайды. Ал жоқты көрген адам барды, тәуба шүкір деп көтереді деп ойлаймын ше. И жаңағы нәрсені айтып тастайыншы. Короче, ақша көп табады ғой, күшті не деймін андай. Күшті бір фишка айтайын, негізі шынымен де енді қазір Инстаграм дамыған заманда әйел адамдар шыны потенциалы ашылып да, үйде отырса да, декретте отырса да өте күшті ақша тауып жатыр. Бірақ ақша тауып жатырмын деп менмен деп кетудің қажет жоқ. Ол ақшаны да келіп жатқан ризығы жолдасыңыздың ризығы, оны да жолдасыңызбен баланста ұстап, жолдасыңыздың ақша сенікі деп айтып отыру керек деп ойлаймын. Сол кезде ғана жолдасы басылмайды. Жаңа айттыңыз ғой, жолдасы басылып қалады деп. Сол кезде мен ойлаймын басылмайды деп. Иә, басылмайды. Сондай бір баланс болу керек деп ойлаймын, иә? Дұрыс. Сіздерге бүгін біз бүкіл теманы айтып тастадық қой, иә? Күшті инсайт болды деп ойлаймын. Алтынай ханым, тағы өзіңіз не айтасыз? Бір қорытындыға, бір күшті бір инсайт айтып жүрсеңіз. Білмеймін, енді инсайт деген сөз қаяқтан шыққанын мен айтарыным, жай өмір сүру керек болды. Және де армандау керек. Жаңа айтады ғой, біреу байлыққа ұмтылады, біреу кедейлікке қақ қояды деп өйтіп бөлмеу керек. Просто жақсы өмір сүргің келе ма? Шап, жүр, жұмыс істе, білмеймін сен. Мен мысалға кезде подружкаларыма айтамын, өткенде ғана айтып отырмын да, мен осы ақша таппай қалсам не істеймін?
деген. Мен айтамын, мен біреудің үйін барып жинаймын, мен үй алмаймын одан деген сияқты. Сол себепті алға қарай ұмтылу керек. Жұмыс таңдамау. Ұят деп отыра берсе, ол өмірден өтіп кетеді. Дұрыс айтасыз. Сол себепті айтарым, армандаңыздар ең алдымен, және де мақсат қойыңыздар. Бәрібір де салыстырсақ, мақсат қойған, сол мақсатқа жеткен адам бәрібір де өз арасында басқаша болады. Сол басқа еш нәрсе айтпаймын. Мен өзім қатты өйтіп инсайт, өйтіп қатты нетпейді екен бұлда шын. Мен өзім қалай бар, солай жүремін. Онды түсінбеймін, не ол десеңші. Иә, мен инсайт деген сөзді білмеймін. Біз енді маркетингке жатып енді айтып етпейсіз. Оны ботадан сұрасаңыздар болады. Сол рахмет, бота, шақыртуыңа. Сізге көп рахмет. Шын бүгін андай жаттан емес, шынайы подкаст болды. Көптеген әйелдерге, не только әйелдерге, көптеген отбасыларға, көп кәсіпкерлерге, көп жастарға жақсы пайдалы ақпарат бердік деп ойлаймын. Сонымен біздің Батырбек Алтынай ханым кім, ол қандай жолмен жүрді, неге оны бәрі ұрысқақ дейді десеңші. Соның барлығы бүгін айтылды. Негізінде шынымен де бір нәрсені білмей жатып, том пішудің қажет жоқ деп ойлаймын. Енді бізде Аллах бұйырса, Алтынай ханым, давайте былай істейік. Бұл подкастқа шыққаннан кейін міндетті түрде комментарийлер жазылады. Сізді бір жақсы танитын, жақсы бір күшті комментарий, осы подкасттан бір күшті түйін алған адамға бір сыйлық сыйлайық екеуміз. Сыйлайық. Давайте. Сіз не сыйлайсыз? Бірінші бастайық. Өз дүкенімнен сыйлық сыйлаймын. Давайте, скидка ма или қалай болады? Біз ютубқа салғаннан кейін астына комментарий күтеміз, и бірге таңдап алайық. Давайте. Жақсы түйсін алған, бір жақсы бізге өзімізге жақын болып тұрған комментарийға Алтынай ханым өз атынан скидка немесе жоқ, біздің дүкеннен сыйлық бересіздер, иә? Ал мен не берем? Енді мен ондай кәсібім жоқ, енді сіз сияқты товарды не беретін десеңші. Ал мен енді жақсы комментарий жазған, өзіме ұнаған комментарийға енді өз атынан егер кәсіпкерлер болатын болса, реклама жасап беремін тегін. Ал егер жай қарапайым адам болатын болса, өзінің негізі 120 мың теңге тұратын разборымды тегін беремін. Давайте бүгін біз осында шедроямыз десеңші. Сұхбатыңызға рахмет, Алтынай ханым. Көп рахмет. Енді былай айтқанда біздің қазақта ешқандай проблема болмасын, барлығы жақсы болсын, әйелдер өссін, еркектер олардың тіреушісі болсын, бәріміз бай қуатты өмір сүрейік деп айтқым келеді. Бұл подкасттың есімі, подкасттың аты, алғашқы подкастымыздың соңы айтылу керек. Рахмет сіздерге.